Сәлем достар, сіздермен бірге Әсел Жұмабек қызы каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте ерекше, дәмді, әрі жұмсақ болып пісетін пирожкидің рецебін ұсынбақпын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдын ала каналыма жазыла кетуіңізді сұраймын. Бұл рецептпен дайындалған пирожки сіздің отбасыңызға ұнайтынына 100% сенімдімін. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін ашытқымызды көтерілгенше қойып қоямыз. Одан кейін жылы суға қант, тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Қант пен тұзымыз еріп кетуі қажет. Одан соң 2 ас қасық сұйық май қосып, араластырып, електен өткізілген ұнға құю арқылы қамыр илей бастаймыз. Қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Қамыр көтерілгеннен кейін өзіңіз қалаған, өзіңіз ұнататын салмамен пирожкилер жасасаңыз болады. Ал менде бүгін картоп қосылған пирожки. Қамырымызды оқтаудың көмегімен жайып, кейін пирожки жасауға кірісеміз. Егер осы рецебім бойынша пирожки пісіретін болсаңыздар, сіздің пирожкилеріңіз өте жұмсақ, әрі арасы жабыспай, қуыс болып пісетін болады. Және осы рецепт бойынша тапсырыс қабылдасаңыздар да болады. Өйткені мен осы рецепті 10 жыл бойы қолданып келемін, және де тапсырыстар қабылдап жүрмін. Назарларыңызға көп рахмет. Егер видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, лайк, комментарий қалдыра кетіңіз.